Армысызды құрметті оқушылар, бүгін біз 11 сынып құқық негіздері пәні бойынша 2-ші тоқсанға арналған жария құқық тақырыбындағы бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдап орындайтын боламыз. Алдарыңызда тақырып оқу мақсаты бағалау критерийі берілген. Бірінші тапсырмада азаматтық ұғым элементтеріне түсіндірме жазамыз. Екінші тапсырма бойынша құқықтық жағдаятпен танысып, құқық бұзушылық жасаған тұлғаның әрекетін саралаймыз. Үшінші тапсырмада жағдаяттар шешетін боламыз. Бағалау критериялары: бірінші азаматтық ұғымын түсіндіреміз бірінші тапсырмада. Екінші тапсырмада әкімшілік құқық нормаларына сәйкес адамның әрекеттерін анықтаймыз. Үшінші тапсырмада қылмыстық құқық нормаларына сәйкес адамдардың әрекеттерін көрсетеміз. Алдарыңызда дескриптор көрсетілген. Барлық қажет жинау балл 12 балл, 12 шәкіл балл жинау қажет етеді. Онда құрметті оқушылар, бірінші тапсырманы талдап орындай бастайық. Бірінші азаматтық ұғым элементтерін түсіндірме жазыңыз. Бірінші, азаматтық ұғым элементтері деген тұлғаның белгілі бір мемлекеттің азаматы ретінде танылуы. Құқық теориясында азаматтыққа негізі 3 элемент бойынша түсіндірме беріледі. Бірінші, құқықтық байланыс. Адам мен мемлекет арасында тұрақты саяси құқықтық байланыс. Мемлекет адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау міндеттеледі, ал азамат мемлекеттің заңдарын сақтауға, қоғам алдындағы міндеттерін орындауға жауапкершілік алады. Екінші, өзара құқықтар мен міндеттердің жиынтығы, яғни белгілі бір мемлекет пен азамат арасында екі жақты құқықтық қатынас орнайды. Мысалы, азаматтың сайлау құқығы, әлеуметтік кепілдіктері қамтамасыз етеді, ал азаматы заң мен тәртіпті сақтауға, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге міндетті. Тұрақтылық, яғни үздіксіз байланыс. Азаматтық уақытша емес, ол тұрақты болып есептеледі, құрметті оқушылар. Екінші тапсырмада құқықтық жағдаятпен танысып, құқық бұзушылық жасаған тұлғаның әрекетін саралайтын боламыз. Бірінші, құқық қайшылыққа. Азаматты 1 жыл ішінде 2 рет дәл осындай құқық бұзушылық жасаған, және бұл әрекет үшін әкімшілік жазаға тартылған. Соған қарамастан ол қайтадан қоғамдық орында адамның қадір-қасиетін және қоғамдық имандылыққа қорлайтын мас күйде жүруін жалғастырған. Бұл әрекет әкімшілік құқықтың қоғамдық орындарында масаң күйде болуы туралы нормаларын құқықтық тәртіпте бұзу тікелей болады. Бұнда азаматты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықтың кодексінің 440 бабының 3 бөлігін бұзған, яғни қоғамдық орында мас күйінде қайталап келуі. Екінші, кінәлілік. Азаматты әрекетінің қасақана жасалғанын көрсетеді. Өйткені ол өз ісін әрекетінің құқыққа қайшы екенін түсіне тұра саналы түрде жасаған. Кінә нысаны қасақаналық. Бұрын да дәл осындай құқық бұзушылық жасаған, яғни өз әрекетінің заңсыз екенін біліп саналы түрде қайталаған. Үшінші, қоғамға зияндылық. Айналасындағы адамдарға қолайсыздық тудырады, адамдардың қадір-қасиетін қорлайды, қоғамдық имандылық нормаларына нұқсан келтіреді, құқық бұзушылықтың алдын алу жүйесіне кедергі жасайды. Сондықтан әрекет қоғамдық тәртіпке және қоғамдық имандылыққа қағидаларына нақты зиян келтіреді. Қоғамдық тәртіп пен адамның қадір-қасиетіне нұқсан келтірген, қоғамдық ортада жайсыздық туғызған. Міне құрметті оқушылар, екінші жағдаят бойынша және бұнда әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес қандай норма бұзылады десеңіздер, Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 440 баптың 3 бөлігі. Қандай жаза тағайындалуы мүмкін? Бұл құқық бұзушылық үшін көрсетілген жаза 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл немесе 15 тәулікке әкімшілік қама алу. Алдарыңызда әкімшілік жаза қолдануы мүмкін анықтамалар тұр. Қазақстан Республикасының әкімшілік бұзушылық туралы кодексінің баптары көрсетілген, құрметті оқушылар. Айыппұл салу, мүлік тәркілеу, арналық бұның барлықтарын дұрыстап түсініп алыңыздар, құрметті оқушылар. Келесі, қоғамдық ішінде қоғамдық әкімшілік құқықтардың 440 бабы, ұсақ бұзақылық, лапыт сөйлеу, қоғамдық орында тиісу, кәмелетке толмаған әкімшілік жауапкершілігі алдарыңызда бейнеленіп тұр, құрметті оқушылар. Келесі жағдаят. Мына жағдаяттарды біз шешуіміз қажет еді. 15 ақпан 2018 жылы сағат 12:15 шамасында аудандық полиция бөлім қызметкерлері өз қызметін атқарып жүрген А ауылында орналасқан тас жолдың жиегінде Аның алкогольдік масаң күйде тұрғанын анықтап, полиция пунктіне жеткізіп жеке басын анықтау барысында ол полиция қызметтеріне қарсы балағат сөздер айтып, ар-намысына тиіп, билік өкілін ол қызметін атқару кезінде қорлаған. Бұнда қылмыстық теріс қылық, жаза тағайындау, мәжбүрлі төлем және ерекше бөлім. Осыған біз кестеге толтыратын боламыз. Бірінші, қылмыстық теріс қылық. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 10 бап, қоғамға зауыр қауіп төндірмейтін, жеке адамға, ұйымға, қоғамға не мемлекетке болмашы зиян келтірген, не зиян келтіру қатерін туғызған, оны жасаған үшін айыппұл салу, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққа алу, шетелдік немесе азаматтық жоқ азаматтан Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерінен шығарып жіберу түріндегі жаза көледі. Айыпты жасалған іс-әрекет болып табылады. Екінші, жаза тағайындау. Қылмыстық құқық бұзушылыққа кінәлі деп танылған адамға осы кодекстің ерекше бөлігінен тиісті бабына белгіленген шектер
қылмыскерге және осы кодекстің жалпы ережелерін ескере отырып әділ жаза тағайындалады. Жаза тағайындау кезінде қылмыстық құқық бұзушылықпен сипаттау мен қоғамға қауіп дәрежесі. Үшінші, мәжбүрлеушілердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында қылмыстық құқық бұзушылық жасаған кінәлі адамның осы кодекстің 98-2 бабында белгілеген тіркелген ақшалай сома түріндегі мәжбүрлі төлемді сот Қазақстан Республикасының жәбірленушілерге төлемақы қоры туралы заңнамасына көзделген тәртіппен өндіріп алады. Енді ерекше бөлімінде бұнда қылмыстық құқықтың ерекше бөлімі қылмыстық құқық бұзушылықтың жеке түрлеріне қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауаптылық негіздерін және осы қылмыстардың құрамының белгілерін, сондай-ақ оған тағайындалатын тиісті жаза түрлерін белгілейтін нормалардың жиынтығы болып табылады. Жоғарыда көрсетілген мән-жайлар мен саралау негізінде тағайындалатын жазаны көрсетіңіз. Бұнда А әрекеті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 378 бабы бойынша қорлау ретінде сараланады. Бұл қылмыстық теріс қылық болып табылады және оған 100 айлық есеп көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. 10-15 тәулікке қамалуы мүмкін. Сонымен қатар моральдық зиян өтеу үшін мәжбүрлі төлем Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 98 бабынша талап етілуі мүмкін. Жаза тағайындауда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 52-54 баптары негізінде айыпталушының әрекеті мен жағдайы да ескеріледі. Құрметті оқушылар, міне біз толық аяқтап болдық, талдап болдық. Құрметті оқушылар, қандай да бір сұрақтар болса жазыңыздар. Алдыңызда тұрған сіздерге сынақтарға сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше аман есен сау болыңыздар, құрметті оқушылар.